Әлемдік статистика бойынша ең алғашқы бірінші орында тұрған қорқыныш бұл өлім. Екіншісі бұл адамдардың алдында тұрып сөйлеу. Бұл міндетті түрде сіз спикер, оратор болып, жүздеген, мыңдаған адамдардың алдында тұрып сөйлеу емес. Бұл қарапайым, мүмкін тойда тұрып тост сөйлеу, немесе әріптестеріңізге белгілі бір ойда айту, немесе бұл кәдімгі мұғалімнің алдында белгілі бір диссертацияны қорғау, диплом қорғау, белгілі бір ондай бір маңызды зат болмаса да, қарапайым оқыған затынды адамға түсіндіріп берудің өзі бұл қорқыныш сыйлайды екен. Негізінен бұл қорқыныштан жойылудың, құтылудың жолы өте оп-оңай. Және дәл осы қорқынышты жеңу бұл сөз шеберлігі деген біздің онлайн курсымызда айтылады. Онлайн курс бұл 14 күндік күнде таңертең сіздерге берілетін ақпарат пен тапсырмадан тұратын, топпен бірге өтетін арнайы қорқынышты жеңуге және де ойыңызды анық түсінікті қылып жеткізуге арналған курс болып табылады. Сондықтан біз сіздерді осы курста күтетін боламыз.